Сәлем достар, сіздермен бірге Аида. Бүгін сіздермен үйдегі бар қарапайым 3 ғана заттардан жасалатын 20 минутта пісетін печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Сосын ары қарай үстіне 250 грамм шекер салып, әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Ал енді миксерлеп болғаннан кейін үстіне електен өткізілген 250 грамм ұн салып жаймендеп күрекшемен бір келкі қамыр болып шыққанға дейін қозғап шығатын боламыз. Енді кондитерский мешокқа қамырымызды салып, противенге пергамент қағазын төсеп қамырымызды құятын боламыз. Ары қарай печеньелардың үстіне кішкене шекер сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пешке 170-180 градуста 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне достар, печеньеміз пісті, өте жұмсақ және дәмді болып шыққан, шаймен бірге ішуге өте керемет. Менің каналыма тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.